Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге Октябрь жылдық атындағы орта мектебінің қазақ пәні мұғалімі Магизам Тұрмат Серікова. Бүгін біз сіздермен 8-ші тақырып бойынша менің тәуелсіз Қазақстаным бойынша жаңа тақырыппен таныс боласыздар. Алдымен тақырыпты өтпес бұрын тақырыбымызды болжап көрейік. Бүгін қандай тақырып болады екен? Олай болатын болса, төлқұжатта, туу туралы куәлікте, орта білім туралы аттестатта, құжаттарда не бейнеленген, қалай ойлайсыздар? Ол әрине біздің ел таңбамыз. Және бұл зат президент резиденциясында, үкімет үйінде және барлық мекемелерде ілініп тұрады. Ол қандай зат? Ол әрине мемлекеттік туымыз. Және де салтанатты мәжілістерде орындалатын мемлекетіміздің ең басты әні. Ол біздің әнұранымыз. Олай болатын болса, бүгінгі сабақтың тақырыбы өздеріңіз болжағандай тәуелсіздік нышандары. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау, тыңдау материалдары мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Сабағымыздың негізгі мақсаттары тірек сөздер, суреттер арқылы сабақтың тақырыбын анықтау, тыңдау материалын мазмұнын түсіну, сұрақтарға жауап беру. Бағалау критерийлері берілген тірек сөздер мен суреттер арқылы сабақтың тақырыбын анықтайды, тыңдау материалын мазмұнын түсінеді және тыңдау материалының негізінде сұрақтарға жауап береді. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен таныс болайық. Тәуелсіздік нышаны. Мысалы, мемлекеттік рәміздер тәуелсіздігіміздің нышаны, айғағы. Келесі сөз бейнеленген. Мысалы, елтаңбада 5 жұлдыз бейнеленген. Келесі сөз қанатты тұлпар. Мысалы, елтаңбада қанатты тұлпарлар бейнеленген. Келесі сөз қыран. Мысалы, қыран құс, еркіндіктің бейнесі. Келесі сөз уық. Уық шаңырақпен керегені байланыстырады. Ары қарай жалғастырамыз жаңа сөздерімізді. Жол сілтеу. Жол көрсету мағынасында қолданылады. Қария дұрыс жол сілтеді. Құрмет, сый. Сіздің келгеніңіз біз үшін үлкен құрмет. Ұлықтау рәсімі. Мысалы, президентті ұлықтау рәсімі 1991 жылы өтті. Олай болатын болса, оқушылар, ары қарай бүгінгі сабағымыздың бейне ролімен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары, ту, елтаңба, әнұран. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы 1992 жылы қабылданды. Ту эскизінің авторы белгілі суретші Шәкен Ниязбеков. Тудың түсі көгілдір, ол бейбітшілік пен тыныштықтың белгісі. Тудың қақ ортасында шұғылалы күн бейнеленген. Күн дамудың, өсіп өркендеудің, өмірдің белгісі іспетті. Күннің астында қалықтап шыққан қыран бейнеленген. Қыран құс Қазақстан халқының жан дүниесінің кеңдігін көрсетеді. Тудың сап тұсында ұлттық оюлармен кестеленген. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы 1992 жылы қабылданды. Авторлары Жандайбек Мәлібеков пен Шотаман Уәлиханов. Елтаңбаның негізгі элементі шаңырақ. Шаңырақ бір тұтас отанның символы. Екі жағын қанатты пырақ көмкерген. Бұл Қазақстан халқының дамуға деген ұмтылысын көрсетеді. Жоғарғы жағында 5 жұлдыз бейнеленген. 5 жұлдыз барлық 6 құрлық елдеріне деген еліміздің достық құшағын көрсетеді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні 2 рет бекітілген: 1992 жылы және 2006 жылы. 2006 жылы мемлекеттік гимн қайта қабылданды. Негізі ретінде халық арасында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» патриоттық әні таңдап алынды. Бұл әнді 1956 жылы композитор Шәмші Қалдаяқов Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазған болатын. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ән мәтініне заманға сай етіп өзгерістер енгізді. 2006 жылы 6 қаңтарда қолданыстағы әнұран бекітілді.
рәміздер еліміздің егемендігіміздің мызғымас негіздерінің бірі. Олар тәуелсіздіктің біртұтас қасиетті бейнесін білдіреді. Жақсы оқушылар, бейнероликті тамашалап болсақ, ары қарай осы бейнеролик бойынша тапсырмаларды орындайық. Мына сұрақтарға жауап беріп, дұрыс жауап нұсқасын таңдайық. Бірінші сұрағымыз: Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздері қай жылы қабылданды? Яғни үш жауап нұсқасы берілген: 1992 жылы, 1995 жылы және 2006 жылы. Шәкен Ниязбеков қай мемлекеттік рәміздің авторы? Ту, елтаңба, әлде әнұранға? Елтаңбамыздың 5 жұлдызы нені білдіреді? 5 жұлдыз байлықты білдіреді. 5 жұлдыз 6 мемлекеттердің достық деген достық ниетімізді білдіреді. 5 жұлдыз бейбітшіліктің белгісі. Біртұтас отанның символы не? Шаңырақ, шұғылалы күн бе, әлде қыран құс па? Тәуелсіз Қазақстанның тарихында 2 рет бекітілген рәміз ту, елтаңба, әлде әнұран? Олай болатын болса, дұрыс жауабымызды ойланайық жауап берейік. Олай болатын болса, дұрыс жауап нұсқасын тексерейік. Әрине, мемлекеттік рәміздеріміз 1992 жылы қабылданды. Шәкен Ниязбеков бізде тудың авторы болып саналады. Және елтаңбамыздағы 5 жұлдыз, 6 елдеріне деген достық ниетімізді білдіреді. Және біртұтас отанның символы шаңырақ болып саналады. Және тәуелсіз Қазақстан тарихында ресми түрде 2 рет қабылданған, ол әрине әнұранымыз болып саналады. Олай болатын болса, ары тапсырма орындайық. Келесі тапсырмамыз, екінші тапсырмамыз суретті сөйлет деп аталады. Мемлекеттік рәміздер ту мен елтаңбада бейнеленген бөлшектердің білдіретін мағынасына тоқталуымыз керек. Бұл тапсырманың дескрипторы, яғни рәміздерде бар бөлшектердің білдіретін ұғымына тоқталу. Енді қазір әрбір жаңа бейнероликті тамашалағандай, әрбір осы рәміздің қай белгісі, қандай ұғым білдіретінін болжап жазып көреміз. Жақсы оқушылар, сіздерге берілген уақыт аяқталды, ал дұрыс жауабымызды тексеріп көрейік. Бірінші, күн, шұғылалы күн, дамудың, өсудің, өмірдің белгісі болып саналады. Қыран Қазақстан халқының жан дүниесінің кеңдігін білдіреді. 5 жұлдыз 6 құрлық елдеріне достық, құшағымызды білдіреді. Шаңырақ болатын болса, біртұтас отанның символы. Ал қанатты пырақ Қазақстан халқының арманын, дамуға деген ұмтылысын көрсетеді. Олай болатын болса, келесі үшінші тапсырманы орындайық. Дұрыс сөйлем құрастырыңыз. Бұл жерде сіздерге сөздер сөйлем ішінде ретімен жазылмаған. Сол себепті сіздер әрбір сөзді ретімен қойып, әрбір сөйлемді дұрыс жазуларыңыз керек. Бұл тапсырманың дескрипторы сөздердің сөйлемдегі орын ретін сақтайды және дұрыс сөйлем құрастырады. Ал жақсы, сіздерге берілген уақыт
Жақсы оқушылар, уақытымыз аяқталды, сонымен дұрыс жауабымызды тексеріп көрейік. Мемлекеттік рәміздер ту, елтаңба, әнұран. Туымызда ою, шұғылалы күн, қыран бейнеленген. Елтаңбамыздың негізгі элементі шаңырақ. Әнұран салтанатты жиындар мен мерекелерде айтылатын ән. Олар тәуелсіздігіміздің нышандары болып табылады. Жауаптарыңыз барлығы дұрыс деп ойлаймын. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бүгін біз әрине мұндай дескрипторлар алдымызда, жаңағындай мақсаттар болды. Соларды біз орындау бойынша мына баспалдақтарға өзімізді орналастырайық. Берілген тірек сөздер мен суреттер арқылы сабақтың тақырыбын анықтадық. Сонымен қатар тыңдалу материалының мазмұнын түсіндік. Тыңдалу материалы негізінде сұрақтарға жауап беріп, түрлі тапсырмаларды орындадық. Сабақты қорытындылай келе, сіздерге қосымша тапсырма, ол мемлекеттік рәміздердің авторлары туралы қосымша мәлімет жинақтап келу. Жақсы, сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет айтып, қош сау болыңыздар.